Әрін деген монтаждап болдық қой. Ноутбукта отыра өшіріп қойып ноутбукта отыра бермей кеттім, графикін жинап қойды. Бесе деген графиклер. О, жекел қайсың? Жақсы ғой жақсы. Не ашылған атты? Жарайды. Нені түсінбей қойдық қой. Кейін көрінді. Какой-то бір заттар тұрын ақты. Сәбізім бар. Ашылшы. Мен өтті үшмекпін ғой. Сау қойық. Ауыл бір көрші. Мұны есігін жөнде өпті. Алдында есігі деген бычт болып тұреді. Базар. Аш көзімер үйіндемей. Аш көзімер кірді. Кресло. Аш көзімер бункер емес па? Міне. Бункер тұқ қалдым еді. Қайттан жинамаңыз алыр. Мер. Солай жақта Что-то нарушь пол. Нахуй пицца снова стопы. Там не будет. Колық қазам үйеді. Мүк-мүдір бетін жон. Рахатной. Су деген мүк-мүдір ғой. Башыңызға сәлем достар. Сіздермен мен бүгін айсо кейзет достар. Қалдарыңыз қалай, не жаңалық не істеп жатсыздар? Менде бәрі жақсы достар. Достар, сіздер мені даусымнан танып тұрған шығарсыздар. Мен Қайыр қызы деген аккаунттан атымды өзгертіп тастаған. Соны өзгерткен себебіммен оның маған ұнамай кетті. Және де өз скинімді ауыстырып тастадым мен. Сосын айсо деп атымды өзгертіп қойдым мен. Еще достар қараңыздар, біздің ауылда мынандай какой-то бір магазин ба пайда болыпты. Мен түсінбей алдым. Айтқанда мен барып көрші сол магазинге. Әбу дүкін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сіздер не ашылғансыздар? Біз ет сататын дүкеніміз ғой. Дүкеніміз ғой? Қандай дүкен? Ет сататын ба? Ет сататын. Екеуіңіз ғой ет сатасыздар ма? Екеуіңіз ғой сөйлеміш. Қайсы сөйлеген? Екеуіңіз просто бір дегенсіздер. Мен қой сандықтың қасында тұрған. Сандықтың қасында тұрған сіз ба? Базар жоқ, жақсы ашып апсыздар ғой. Қанша күн кетті мұнан ашуға? Мынаны жасауға примерно 1,5 стак. Изумруд кетті ғой. 1,5 стак? Деп қойды. Жиһаздарды қайдан алдыңыз? Бізге керек қаражаттан 2 есе аз. Жиһаздарды біз ба? Сіздер өз-өздеріңізбен сөйлеп тұрсыздар ма? Мен қойым керек қой оны. Жиһаздарды қайдан алдыңыздар? Біз жиһаздарды сатып алдық. Қанша сатып алдыңыздар? Біз деген қанша 1,5 ба? Жоқ. Өтірік айтам. 35 изумрудқа сатып алдық. 35? Ет сатасыздар ма сіздер? Қандай еттер бар? Бізде деген қойдың, сиырдың, жылқының еті бар ғой. Әлесің ба? Қойдың, сиырдың еті. Қойдың еті что-то көрінбейді ғой. Қойдың еті өтпей жүріп сол сәтте сап қойғанбыз жатырмыз. Өтпей жүріп, ол как раз бұл қуырдақ жасағым келіп тұрады. Қазір сатып алмайсыз деп. Айтқандай қойдың еті қанша?
Қойдың еті қанша? Қойдың еті 15 изумруд тұрады. 15 изумруд. Мен әкеп берсем, қашан дайын болады? Примерно бір 6-7 минуттан соң. Болды, кәз кеткейім ма, достар? Біздің олды ет сататын дүкен пайда болыпты, базар жүр. Так, как раз. Мынау 20 талмын. 5 тал. Қойдың етін ұрып аласың атып. Әкпелдің бақшанды бауырым? Алып келдім. Міне алыңыздар. Рахмет. Қазір 6-7 минуттан соң кел, дайындап береміз. Болды, 6-7 минуттан соң. Майондық 6-7 минут көрімді мердің отыратын жерін жоқтан. Мен кеттім басып айташы. Майондық жоқтан қапым. Дайын ба ет? Бауырым, мен оған ақ кешіп беттің сен? Мен ба? Просто жоқтап қапты мен. Сіздің қасыңыздағы сөйлемейді ау дейме? Ол көп сөйлемейді. Етімді бересіздер ма менің? Бересіздер ма өзі? Міне, ал етімді. Точно қойдың еті ма? Қойдың еті ғой. Қойдың еті болмаса, саған бекер сатпаймыз ғой бұдан. Жарайды, рахмет. Кеш батып кеттім, мане. Жеп алайық. Немізгі крикті еба. Күшті екен. Басым, айналып кетті ғой. Басым. Неме болып отыр маған, бір рет оянып кетті. Кеше не болды? Басым айналып жатып қалып едім. Немене ет? Қойдың етін ұқтым ау? Мен жетелерін сұрақ қоймын кетіп бұны мен деген. Жетелер қақты. Жетелдер қақтарың сендер. Мэр, қайықтасын? Үстіңге этажға шықсың? Міне шығып баратырмын. Не болды, Айсу? Айсу, не болды? Мэр, біздің ауылға жаңадан ет сататын адамдар келген ба не? Жоқ, ет сататын адамдар вообще келмейді ғой біздің ауылға. Келмейді ғой? Онда мына жақта ет сататын адамдар тұр ғой. Қайсы көрейінші? Екеу. Сен содан ет сатып алдың ба? Сатып алдым. Сен жындысың ба? Не болды жындысың ба деді. Реск айттың ба? Айтқан ба деген соң? Ол еттер деген адамның етін сатады ғой олар. Адамның етін? Түспейді қумай. Қуып тұрған жоқпын. Ол менің таныстарым ғой. Таныстарым ғой? Таныстарым менің. Мен олармен жұмыс істеген мен адам етін сатпайтынмын. Бірақ олар мені үйдегі адамдарды отбасымды өлтіремін деп қорқытқан. Сосын мен олармен бірге ет сатуға тура келді. Содан соң ол ет сатпай олар полицияға ұсталып қалған. Ет сатып жүр. Сосын осы ауылға қашып келгем. Қашып келгем? Қашып келгем осы ауылға мен. Осы ауылда Андрей келмейді деп ойлағам. Бірақ келді ғой. Келді ғой. Сен қазір барда үйден бір зат бар ма? Бар ғой. Сол затпен ана екеуін өлтіріп тастан. Әйтпесе олар адамдардың етін сатып пайда тәуелеттен сосын қайттан өз бизнестерін ашады. Сонда оларда үлкен фабрика болған ба не? Оларда үлкен фабрика болған. Сосын полицияға адам етін сатып жүргенін көріп жауып тастаған фабрика. Бірақ кеттім мен. Түсте. Бар тестен.
Мынау жындығын сушылайшы. Ойоо. Желінде қалды. Жүкір Айсұлтан. Бұл. Я достар мен шынатым Айсұлтан. Жүкір матигамен. Сәлеметсіз ме? Сәлеметсің бе? Тәуелсіз сөйлейсің бе? Я, берге жақындаңыздар. Не болды? Не болды? Ештеңке. Сен не адам етін сатпысыңдар, а? Не деймін? Мен шөлтіпсің көрінбей. Не адам етін сатпысың сен, а? Кешір. İyice kaynamet sanmayın lan evet. Öldüm sokma. Өзімен өзің пішек жақтысың ғой, өтірік соқпа деп айтады. Жапшауызсың. Жапшауызың деді ма? Жапшауызсың. Адам ет сатық деп оппын. Өлемесін, а? Қайсы сенің тілімен? Болды, кешір. Не болды? Сен точно классный өлейші. Өлей жақсы. Мыналарын деген адам етін сатып жынды болайын деген. Дегенде көшкен жақсы. Так, достар, бізде осының видео аяқталды. Мен болғандығын Айсұл, сау болыңыздар.